Кез келген адамдар кибербуллингке тап болуы мүмкін. Кибербуллинг дегеніміз не? Кибербуллинг адамды интернетте, әлеуметтік желі менен мессенджердерде электронды құралдар арқылы қорлау немесе қудалау. Мәселен, ар-намысқа тиетін электронды хаттар, әдепсіз бейнероликтер менен суреттер тарату, жалған аккаунттар арқылы тиістіру кибербуллингке жатады. Егер кибербуллингке тап болсаң, не істеу керек? Әдепсіз хабарламаларға жауап бермеңіз. Оларды дәлел үшін скриншоттап жасап, сақтап қойыңыз. Қиын жағдайда қолдау білдіре алатын адамдардың көмегіне жүгініңіз. Егер әдепсіздік тоқтамаса, полицияға қоңырау шалуды ұмытпаңыз. Интернетке жеке өміріңіз туралы сурет жарияламас бұрын жақсылап ойланыңыз. Әлеуметтік желіде құпия сөзді ауыстырып, байланыстарды тазартып тұрыңыз. Күмәнді топтарға жазылмаңыз. Балаларға ойын менен қатыгездіктің айырмашылығын түсіндіру әрбір ересек адамдардың міндеті. Оқушылар, кибербуллинг туралы не түсіндіңіздер? Интернеттегі қудалау туралы негізгі сұрақтарға жауап беріңіз. Мен Айбол Олжағас, 8-ші Б сыныбы оқушысымын. Мен мына сұраққа жауап бере кетсем, интернетте отырғанды ұнатасың ба? Кибербуллинг электрондық пошта, әлеуметтік желілер, форумдар және бейне платформалар арқылы қудалау. Кибербуллинг белгілері. Ренжіткеннен соң кешірім сұрамайды. Кибербуллинг адам интернеттен әлеуметтік желі мен меншерлер электрондық құралдар арқылы немесе қудалау. Кибербуллинг дегеніміз не? Мәселен, ар-намысқа тиетін нәрселерді бейнероликтер, суреттер тарату. Қорқыту, әсіресе кибербуллингті жауапкершілікке тартуға арналған заңдар салыстырмалы түрде жаңа және барлық елдерде қабылданған жоқ. Сол себепті көптеген штаттарда құқық бұзушылықтарды